Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді балабақшада жасалатын булочкалардың рецептісімен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады. Алдымен жылы сүтімізге 2 жұмыртқамызды қосамыз. Керекті ингредиенттердің барлығын видеоның описаниясында жазамын. Оның үстіне сары май, қантымызды қосамыз. Қантымыз ергенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сүттеріңізде, жұмыртқаларыңызда жылы болуы керек. Одан соң бір ас қасық толтырып дрожжымызды қосып, осылай комбайнның көмегімен мен қамырды елеп алдым. Қолдарыңызбен елесеңіздер әрине болады. Ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, осылай жұмсақ қамыр елейсіздер қыздар. Қамырларыңыз қолға жабысса да ештеңе етпейді. Осылай ортаға жинап, бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1,5 сағаттардан кейін осылай қамырымыз 2 есе көлемі үлкейіп шығады. Оны өздеріңіз қалауларынша формаға салып, форма жасап, немесе осылай дөңгелек пішіндес қылып пісіріп алсаңыздар да болады. Мен осылай әртүрлі формалар жасадым. Оның жасалуын келесі видеода көрсететін боламын. Ол булочкалардың бетін жұмыртқаның сары бөлігімен кішкене сүт араластырып тұрып жағасыздар. Макпен сеуіп, қызып тұрған пеште 180-170 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Ас болсын.